Assalamu alaikum hürmetli studentler. Bugün men sizlerge yer kadastr pәнінің жер түрлерінің сипатлама характеристикасы бойынша сабақ өтпекшімін. Ауыл қожалық карханалары, топырақ күзетулері, жерден туыры пайдалану бүгінгі темамыздың маңызы есептеледі. Ауыл қожалық карханалары, мекемелері һәм шөлкемдерде жерлерден сапалы есабы әдетте жер майдаларын іслеп шығарудың генетикалық характеристикасына текарылады. Жер кадастры тізімінде текарға ауыл қожалық жерлерінің сапа характеристикасы, жер тайпалары, һәм олардың түрлері, топырақ қатламы, топырақлардың механикалық құрамы, олардың физикалық, химиялық һәм басқа көрсеткіштері бойынша әмелге асырылады. Текарынан жерлер 100 баллық шкалада өлшеніп, әр 10-10-нан топластырылып 10 классқа бөлінген болып, міне осылардың арасында 0-10 балдың арасында диқаншылықта пайдаланбайтын егіс үшін жарамсыз жерлерден, яғни жоғары 11 балдан бастап 100 балға шейінгі жерлердің көпшілік жерлері әрқилы мақсатларда пайдаланылады. Жерлердің сапа жағдайын үйрену үшін барлық ауыл қожалық карханаларында арнаулы топырақ агрохимиялық, мелиоративалық һәм геоботаникалық күзетулер өткізіліп, топырақ күзетулері текарынан топырақ банкировкасы түрінде алып барылады. Геоботаникалық зерттеулер болатын болса, бұлар сол зерттелініп отырған районның масштабында, ямаса республиканың масштабында қандай өсімдіктер өсіп отырыпты, олардың тығыздылығы қандай, бұлардың қандай түрлері бар, сортлары бар, осы нәрселер ұластырылып, геоботаникалық зерттеулер текарында да шумақлар шығарылады. Топырақ күзетулері мағлұматларының анықтығы, топырақ түрлері жерлерді съемкаға алу ұсылына һәм карта масштабларына байланысты болады. Бұл жерлерден топырақ съемкаларын алуда текарынан өздеріңіз білетұғын 3 түрлі топырақ шұқыры разрезі қазылады. Үлкен шұқыр, орташа шұқыр һәм кішкентай шұқыр. Үлкен шұқыр грунт суы шыққанша, егер грунт суы шықпаса 3 метрге шейін қазылады. 1,5 метрге шейін қазылатұғын орташа шұқыр һәм жердің бетінен есептағанда 75 сантиметрге шейін қазылатұғын кішкентай шұқыр, кіші разрез қазылады. Кіші разрез текарынан топырақтың жер бетіндегі профильдің қалыңлығы қанша, гумус горизонтының қалыңлығы қанша, топырақтың типшелері қандай, өткінші қатлам қанша, соларды білетұғын болса, ал енді орташа шұқырдың мәнісі оннан тереңірек болып, осы жоғарыдағы айтылған вазифаларға қосымша 1,5 метрлік қатламда күзетулер жер асты суларының қаддіменен қоса есептелгенде қандай, ал 3 метрлік ямаса грунт суы, сызат суы шыққанша қазылған шұқырда бұнда толық анализ алынады. Анализдің дерлік әмме түрлері алып сол жерге толық сипатлама беріледі. Бұл көбінесе дүниежүзілік проектлерде, топырақ зерттеулері, топырақ банкировкасын өткізуде, республиканың милли есебатына анық есебат кіргізілуде һәм басқа жерлерде пайдаланылады. Топырақ күзетулері үшін алдыңғы түзілген планлардан да пайдалану мүмкін. Егер олар жеткіліксіз болатұғын болса, бұнда қосымша топырақ жәрдемші шұқырлар қазылып алынады. Бұндан тысқары күзету үшін қожалықтарды толық һәм анық көрсететұғын басқа планлардан да пайдалану мүмкін. Бұл жерде күзету дегенде біз мониторингті нәватқанымыз керек. Зерттелініп отырған жердің планның толықлығы һәм анықлығы оның масштабына да байланысты болады. Ірі масштаблы планлар орнының бір қанша анық характерін орындайды. Қазіргі уақытта республикамыздағы ауыл қожалық карханаларының планлары әдетте аэрофотосъемка жәрдемінде көпшілік жағдайда 1-ге 10 мыңлық масштабта, жаңағы айтқандай массивлерде болатын болса 1-ге 5 мыңлық масштабта
өткізіледі, һәм іслеп барылады. Күзетулер топырақ қатламының характері бойынша жерлерді бір тараплеме характеристикасын орылап, жерден туыры пайдалануды шөлкемдестіру, һәм жерді бақылау жұмыстарын өткізу үшін бұндай көрсеткіштер жетерлі болмайды. Сол үшін топырақ мониторингларымен бірге бір уақытта агрохимиялық һәм мелиоративтік мониторингтерді өткізіліп барылады. Көпшілік жағдайда агрохимиялық мониторингте топырақтың өнімдарлығы, ондағы шордың мұғдары, грунт суларының мұғдары, топырақтың келіп шығуы, қайсы топырақ ана жынысынан пайда болды, қайсы нызамлықтың дихарында, вертикал нызамнан ба, горизонтал нызамнан ба, біреу-біреуіне тәсір ету нызамынан пайда болды ма, агрохимиялық анализде жүда толық мағлұмат шығады, ал мелиоративтік анализлерде, күзетулерде, мониторингтерде көпшілік жағдайларда сол жерге шорлану дәрежесі бойынша мағлұматлар шығарылады. Табиғи отчем түрлері майданларында болса, геоботаникалық күзетулер өткізіліп, бұнда жаңағы айтқанымыздай тиісті регионда өсетігін характерлі табиғи һәм мәдени егілердің түрлері есепқа алынып, олардың өнімдарлығы, түрлері, һәм басқа да атырапқа сілейтіған тәсірі, ондан кейін дәрілік қасиеті, зәһәрлік қасиетлері һәм басқа да көрсеткіштері есепқа алынады. Жерлерді күзету мониторинг нәтижелері бойынша топырақ картасы түзіледі. Картаға топырақ бөлікшелерінің шекаралары, олардың шифрлары, топырақтардың механикалық құрамы, сондай-ақ топырақ разрезлерінің алынған орылары түсіріледі. Бұнда тикарынан мысал етіп айтатын болсақ, құрметті студенттер, міне бұл жасыл 4 мешінің майданда атыз деп параз ететін болсақ, атыздың міне айтайық ұсын, мұна ұсы тошқышынан топырақ разрезі түсірілетін болса, келесі сапарда сол жерден топырақ анализі алыну керек, біздерден бұрын да сол жерден топырақ үлгісі алынған. Бұл қалай анықтаймыз? Бұл жер әр жылы тракторлар жәрдемінде, ауыл қожалық үскенелі жәрдемінде сүріп айдап жіберіледі ғой. Егер де осы топырақ шұқыры қапталға 1 метр бұлай, ямаса 1 метр бұлай, я бұлай кетіп қалса, анализ туып шықпайды, қате шығады. Дәкушаевтың һәм айтқан, һәм Прянишевтің, Сибирцевлардың толықтырылған мағлұматына қарағанда дүнияның жүзінде бір-біріне абсолют ұсаған 1 метр топырақ жоқ. Енді бұны анықтау үшін, мысалға айтайық, осы майданның міне мына бөлек деген сөзде Б точкасында топырақ разрезі бұрын алынған, бізден алынған болса, келесі сапар, келесі 5 жылықта, оны келесі 5 жылықтағы ұлыма бейтаныс басқа мекеме алатын болса, басқа адамдар алатын болса, қалай анықтау алады деген орылау жауапқа, міне атыздың міне шетінде техника айленбайтығы шелдің үстіне, янмаса осы туырға белгілі мұғдарға қазық қағылады. Һәм осы Б точкасының міне туыры жоғарысына міне қазық қағылып, осылар мінекей туыры мүйешінің майдан бойынша есепланып, осы мына қазықтан мына рақым метр ұзынлықта жайласқан, міне бұл точкадан мынау А точкасынан мынау рақым метр ұзынлықта, Б точкасынан мынау рақым ұзынлықта жайласқан деп топырақ шұқырының орны ажыратылып, осы жөнінде тұрақлы ізетлеу жұмыстары алып барылады. Суару дәуіріне қарап, суарылатын жерлер әдетте бұрыннан суарылатын, жаңадан суарылған һәм жаңадан өздестірілген жерлерге тиісті халда мәдениеттілік дәрежелері бойынша да жерлер кіші мәдениеттілген, орташа мәдениеттілген, аз мәдениеттілген һәм партау жерлер, бұлар жаңа енді мәдениеттіліп, бұрын шеңгерзарлық, ямаса пұтазарлық болатын болса, алып тастап тазаланып, тегіс емес болатын болса, бұл жерлер тегісленіп, егер таслы майдан болатын болса, таслар алып тасталанып, батпақлы болатын болса, құрғатылып, егер
Su burun uluma barmagan yer bolатын болса, тиешлі керекіл дәрежеде ызғарланып, жуып, шайылып, жерлер мәдениеттестіріліп барылады. Жерлерді күзету нәтижелері бойынша топырақ картасы түзіліп, ірі масштаблы күзетулер материалдар бойынша материалдар есептелінеді, һәм де топырақлар олардың механикалық құрамы, топырақлардағы азық элементтердің одарымен тәминлену, азық элементтері болғанда бұл жерде тикарынан макро һәм микро элементтер есеп қалынады. Макро элементтерге өздеріңіз білесіздер, азот, фосфор һәм калий. Микро элементтерге болатын болса, міне микро элементтердің 7 түрі бар. Осы 7 түрінің әрқайсысының өз алдына өсімлік үшін өз алдына әхметі бар. Сол жердің топырағының эрозияға ұшырағалық дәрежесі, тегістілік дәрежесі һәм басқа да көрсеткіштер бойынша осы жерлердің әрбіріне тиесілі экспликация түзіледі. Күзету мониторинг материалдарында топырақ сипатламасы һәм де олардың өнімдарлығын асыру бойынша ұсыныс қылынған илажлары көріп шығарады. Агро илажлар guruhu tədbirlər ilacı деп айтылады. Agro işlep шығарыш guruhlarga ajratılады. Жерlerden пайдалану һәм оларды жақсылау бойынша ұсыныстар işlep шығуда ilmi зерттеу мекемелерінің тәжірибе материалдары, биологиялық химия лабораторияларының материалдары да жұмысқа тартылып, орташа шумақ шығарылады. Бұл жерлерден нәтижелі пайдалану бойынша тиешлі қанегелердің, ілімпазлардың басшылығында һәм орынлануында осы жерлерден нәтижелі пайдалану бойынша кіші қолданбалар, рекомендациялар, агротехникалық, агротехнологиялық ұсыныстар істеп шығылады. Hürmetli stüdentler, bugünkü tema boyunca tikarga mazmun tikarından aytıp bolundu. Diqqatlarınız üçün rahmet.